Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог. Егер видео ұнайтын болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, және комментарий бөліміне өзіңізді мазалаған денсаулыққа қатысты кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де каналға салынған видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі тақырыбымыз жүктілікті көтере алмаушылық тақырыбына арналмақ. Жалпы жүктіліктің тоқтауы, үзілуі кез келген аптада, жүктіліктің дамымай қалуы бұл әйел үшін өте ауыр жағдайлардың бірі болып табылады. Әсіресе бұл қалаған, көптен күткен жүктілік болатын болса, екі есе ауыр жағдай болуы мүмкін. Практикада қазіргі кезде тіпті 7-8 жүктіліктің жоғалтқан әйел кісілер бар. Сондықтан да бұл тақырып өте нәзік тақырып болып табылады. Көбінесе жауаптан көрі сұрақтары көп тақырып. Сондықтан бүгін осы тақырыпқа байланысты арнайы видео түсіріп отырмын. Егер видео қызық болатын болса, міндетті түрде соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Үйреншікті жүктілікті көтере алмаушылық дегеніміз өмірінде бір немесе одан да көп жүктіліктің үзілу жағдайлары, яғни ол тоқтап қалатын болса, жүктілік дамымай қалатын болса, өздігінен түсік тастау жағдайлары болатын болса, ондай жүктілікті көтере алмаушылықты үйреншікті, яғни организм жүктілікті көтере алмауға үйреніп қалған жағдайы деп атаймыз. Бұндай науқастар, яғни әйел кісілер өте бақылауды талап ететін пациенттер қатарына жатады. Және де бұл жерде бірнеше фактор рөл ойнауы мүмкін. Ең жиі кездесетін ол әйел кісінің жасы. Себебі жас ұлғайған сайын жүкті болуы да және жүктілікті көтеруде ауырлай түсуі мүмкін. Сондықтан ең бірінші осындай жағдайлар кездесетін болса, біз жасын бірінші фактор ретінде қарастырамыз. Екінші жағдай ол генетика, яғни тұқым қуалаушылық жағдайлары. Егер ерлі зайыптыларда қандай да бір тұқым қуалау аурулары болатын болса, онда ол жүктілікті үзілуіне, тоқтауына немесе балаларында тұқым қуалайтын аурулардың, патологиялардың кездесуімен байланыстырамыз. Және де егер 35 жастан асқан әйел кісілер болатын болса, онда міндетті түрде генетиктің консультациясы қажет болады. Және де осындай жағдайларда бір рет жүктілік тастаған жағдай болатын болса, яғни жүктіліктің үзілу жағдайы кездесетін болса, онда ол осы кезде қайталану жиілігі де арта түседі. Үшінші жағдай ол аутоиммундық аурулар жағдайы. Қазіргі таңда әйел кісілердің көбінде осы аутоиммундық аурулар, яғни әйел кісінің иммунитеті өзіне қарсы қорғаныш ретінде ауру шақыруы мүмкін. Ең жиі кездесетін себебі осы аутоиммундық аурулардың ол стресс жағдайлары. Яғни әйел адамдар үнемі стрессте болуының себебінен иммунитеті керісінше организмді қорғаудың орнына өз организмін жеуіне алып келеді. Сәйкесінше бұл жүктілік үзілуіне, жүктіліктің болмауына, жүктіліктің дұрыс емес дамуына алып келуі мүмкін. Және де осы факторды көбінесе әйел кісілер жіберіп өткізіп алып жатады. Сондықтан міндетті түрде егер жүктіліктің үзілуі жиі кездесетін жағдайлар болатын болса, гематологтың, генетиктің, ревматологтың, яғни осы дерттер болуы мүмкін. Ағзада кез келген жер өзінің бір белгісін көрсететін болса, міндетті түрде мамандардың консультациясын өтіп, көп жағдайда жүктілікті жоспарлаушы ханымдар осы кезеңдерді жіберіп алып жатады. Яғни барлығының ойынша тек қана жатыр, яғни жыныс ағзаларының дұрыс болуы, сау болуы ғана маңызды, ал басқа ағзалар жүктілікті жоспарлауда, жүктіліктің үзілуіне немесе тоқтауына әсер етпеуі мүмкін деген қате тұжырыммен ойлауы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде барлық консультациядан өту қажет. Себебі қазіргі таңда, қазіргі заманда әлем бойынша осы аутоиммундық жағдай, яғни дерттер осы жүктіліктің үзілуіне алып келіп жатыр. Келесі себеп ол қалқанша безінің қызметінің нашар болуы. Яғни қалқанша безінің қызметі нашар болатын болса, онда ол жүктіліктің үзілуінің себебін жоғарылатуы мүмкін. Себебі қалқанша безінен бөлінетін гормондар ол тікелей осы жыныс ағзаларының қызметіне, баланың дұрыс дамуына, дұрыс жетілуіне тікелей әсер етеді. Бұл ағзаның қызметі нашар болатын болса, сәйкесінше жүктіліктің үзілуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан
егер жүктіліктің үзілу жағдайлары, түсік тастау жағдайы, жүктіліктің дамымай қалған жағдайлары кездесетін болса, онда жүкті болуға асықпаңыз. Себебі жоғарыда айтқанымдай, ол жағдай қайталануы мүмкін. Міндетті түрде толық шаштан бастап тырнаққа дейін, башпайлардың тырнағына дейін толық ағзаңызды бір тексерістен өткеніңіз ол артық болмас. Себебі өкінішке орай бір рет жүкті болып, одан кейін ол үзілетін болса, болашақта ол қайталану ықтималдылығы әр рет жүкті болған сайын ол арта түсуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде дәрігердің консультациясына барып, саналы түрде жүктілікті жоспарлау қажет. Егер видео ақпаратты болып, сіздің кәдеңізге жараса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.